Сәлем достар, сіздермен денсаулық зор байлық каналы. Достар, ұнап жатса каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бүгін анардың пайдасы туралы айтатын боламын. Анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше, біздің пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді. Анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады. Ахмад ибн Хамбал деп айтқан. Анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етеді. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қатар К, 9, 6 дәрумендері мен минералдарға бай. Анар калориясы төмен жеміс. Анардың кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Қанның құрамында темір аз болса, және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анар жеу керек. Анар шырыны иммунитетті жақсартады. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беремін. Қан қысымы жоғары адамдар анар жесе қан қысымы төмендейді. Рак ауруынан қорғайды. Жүйке жүйесін реттейді. Холестеринді шығарады. Шырыны радиацияны шығарады. Жүрек қан тамыр жұмысын реттейді. Анар шырыны гемоглобинді жоғарылатады. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стакан ішу керек. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Анар қабығынан жасалған тұнба мен ангина және фарингит ауруларымен ауырғанда ауыз қуысын шайқаса болады. Анар ағзадағы құрттардың көзін жояды. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм агар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнатып ішіңіз. Іш өтуді тоқтатады. Достар, каналым ұнап жатса қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен болған денсаулық зор байлық каналы. Ауырмаңыздар.